Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар. Сіздермен мен Архабек Асылбекұлы, Мастердент клиникасының дәрігері. Бүгін бізде ерекше формат және ерекше қонақ. Бүгін бізде қонақта облысымыздың бас имамы Дастан Жанасұлы. Ұстаз, қош келдіңіз. Бүгінгі біздің түсіріліміміздің тақырыбы осы жалпы Рамазанға, оразаға дайындық. Рахмет, Алла разы болсын. Барша ораза ұстап жатқан мұсылман бауырларымыздың оразасы қабыл болсын. Ал енді ұстаз, осы Рамазан айына қатысты именно ауыз күтімі бойынша бірнеше сұрақ құраған болатынбыз. Соның біріншісі паста немесе жаңағы ауыз шайғыш ополаскиватель дейміз ғой. Сол нәрселерді қолдану оразаны бұзады ма? Біріншіден ислам дінінде бұл тазалық, дене тазалығы, соның ішінде тіс, ауыз қуысының тазалығы ғибадат қатарына жатады. Яғни адам соны істегені үшін ол сауап алады. Былайша айтқан кезде намаз, оразаға сауап жазылады, сол сияқты адам киімінің, денесінің тазалығына, күтіміне де сауап алады. Және бұл жақсы көрілген, құпталған амал болғаннан кейін бұл амалдар оразаны бұзбайды. Мейлі ол тіс пастасы болсын, мейлі жаңағы басқа да құралдар болсын, ол ешқайсысы оразаны бұзбайды, егер әрине ол өңештен өтіп кетпесе, соның бір бөлігін жұтып қоймаса да. Ал енді одан қалған дәм болады ғой енді. Соған қатысты ғалымдар макрух деп пәтуа береді. Ол енді оразаға кесірі тимегенімен де олай істемеген жақсы дейді. Сондықтан бұның әрине дәмсіз түрлері болады ғой. Сондай түрлерін барынша табуға, қолдануға тырысқан жөн. Алайда енді соны қолдануға тура келетін болып тұрса, жақсылап шаю керек. Жаңағы заттың дәмі ауыз қуысында қалмайтындай етіп, көбірек жақсылық шайып жасаса ешқандай кедергісіз зияны жоқ. Ауызы берік бола тұра, тіс жуғыз пастамен немесе жаңағы ополаскивательдер қолдануға рұқсат, бірақ жаңағы заттың дәмі адамның ауыз қуысында қалмаған жөн, абзалырақ. Келесі сұрақ, осы Рамазан айында оразада тіс емдету, немесе тіс жұлдыру, немесе тіс салдыру оразаны бұзады ма? Осы жайында не айтасыз? Бұл процедуралардың әрқайсысы өзіне бөлек үкім арқаламайды. Мысалға ол тіс жұлдыру болсын, оны емдету болсын, оның барлығында ескерілетін жағдай бағанағы айтқан өңештен бөлек заттың өтпеуі ғой. Рамазанда тек адамның өзінен бөлінген сөл, түкірік дейміз ғой. Соның ғана жұтуына, өңештен өтуіне рұқсат етіледі ораза кезінде. Ал басқа сырттан болған заттар, жаңағы дәрі, немесе жаңағы емдеу барысында ауызды шайған су немесе соған ұқсас заттар, енді олар сырттан бөлек болғандықтан оның ешқайсысы ішіне қарай адамның кетіп қалмау керек. Егер соны қамтамасыз ете алса, соны сақтай алса, онда тісін емдетуіне болады. Жалпы өз алдына емдету ол оразаны бұзбайды. Мысалы бізде осы оразада көп қойылатын сұрақ, жаңағы бізге пациенттер келеді, острый боль дейміз ғой енді. Шұғыл алғашқы көмек көрсетуіміз керек. Бірақ енді біздің салатын енді укол дейміз ғой, инъекциямыз ол тек қана жансыздандыру да оның мақсаты. Қосымша күш беру, қуат беру деген нәрселер. Тамырға салынбайтын болған. Тамырға салынбайды. Бұлшық етке салынады ғой. Сондықтан ол да ешқандай оразаны бұзбайды. Сосын жаңағы біздің айта кететін жайтымыз, біздің клиникада мысалы тіс емдеу барысында кофердам деген жүйе бар. Ол заманауи протокол ғой, енді хаттама. Біз, получается, жаңағы емдеген тісті толық оқшаулап алып, чтобы именно сілекей болсын, қан болсын, сыртқа да кірмесін, іштен сыртқа, ауызға да кетпейді, и ауыз қуысынан сыртқа да тіске де келмейді деген сияқты. Енді ол уже медицинаның хаттамасы болғанмен де осы Рамазан айында бір жалпы бонус сияқты болады шығар енді. Керек нәрселердің бірі болып табылады. Ол жерде енді ол ең бірінші кезекте ол пациенттің өзі біледі, өзі сезеді ғой. Оны енді сырттан адам қадағалай алмайды ғой, ненің өтіп, ненің өтпей жатқанын. Сондықтан өзі қарап отырады. Егер өтіп кеткен жағдайдың өзінде де мысалға бір нәрсе жұтып қойды, судың қалдығы болсын немесе басқа болсын, ол тек сол күннің қазасын өтейді болды. Рамазан біткеннен кейінгі күндерде осы бір күннің ғана қазасын өтейді. Ол көбеймейді, 60 күнге деген сияқты нәрсе жоқ. Сондықтан да егер Рамазанның оразасының күндізінде адамның тісі ауырып мазалап жатса, ол кешкісінді күтуге міндетті емес та. Адам бірінші кезекте денсаулық болғаннан кейін ол барып тісін емін-еркін емдете беруіне болады. Тіпті жаңағыдай жағдайдың бұзылғанның өзінде де оған ешқандай қауіп жоқ, кейін басқа күні қазасын өтей салады. Тағы бір сұрақ, мысалы пациенттер бізге бөлінеді ғой, жаңағы плановый, внеплановый деп айтайық. Енді внеплановый деген жоспарсыз, жаңағы аяқ асты келеді, тіс ауырып тұр деген сияқты, сондай жағдайларда жаңағыдай нәрсе болады. Ал егер пациент мысалы уже білет ертең стоматологқа
записке баратын, тісін емдететін немесе тісін жұлдыратын или имплант салдыратын деген сияқты. Ондай кезде пациент сол күнгі оразаны әдейі бекітпей ұстамаған дұрыс па, әлде бекіте беріп жаңағыдай жасатқан дұрыс па? Бұл енді сапар емес, мысалға жолаушы адамға ғана ораза ұстамауға рұқсат етіледі, бірақ бұл істі емдету немесе басқа да осыған ұқсас іс-әрекеттер оразадан босататын амалдарға жатпайды. Сондықтан да ол кәдімгідей тісін емдетуге бара береді. Жаңағы ниет етіп аузын бекітіп бұзбай, әрі қарай да емді жүргізіп толық күн жалғастырып кете алатын мүмкіндік болса, тіптен жақсы. Ал егер бұзылып кетіп жатқан жағдай болатын болса, тек бір күн ғана қазасын өтей салады. Сондықтан ол не емге бармауға, я болмаса ораза ұстамауға себеп емес. Екеуін де істей береді. Оразасын да ұстай береді, бекітіп келе береді. аузын бекітіп, еміне де бара береді. Бұзылған жағдайда сол күннің ғана қазасын өтейді. Бір-біріне бүйтіп қарама-қарсы қойып, өзінің ойынша да өйтіп істеуге болмайды. Ораза едім деп жатып алуға болмайды емделмей, немесе емделетін деп ораза ұстамай қоюға болмайды. Екеуін де жасау керек. Қайсысы қалай болатынын көреді уақытында. Келесі сұрақ, мисуак қолдану туралы исламда не айтылады? Және жалпы осы мисуак именно тіс тазалығына қатысты келген құрал болып табылғаннан кейін мисуак туралы бір-екі ауыз сөз айтып жүрсеңіз. Тіс тазалығына жалпы сонау пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өзі қатты көңіл бөлген ғой. Мысалға хадистерде былай келеді: пайғамбарымыз күндіз де түнде де жанынан тастамаған 5 заты болған дейді. Тарақ, айна деген секілді. Соның ішінде мисуак бар. Мисуак жаңағы кейбір түсінбей жатқан кісілер болатын болса, бір талдардың тамырынан жасалып, ұшын желбіретіп, тістің щеткасы ғой, кәдімгі біздің қазір жасап жүрген тіс щеткасының қызметін атқарады. Ол кездері тіс щеткасы болмағаннан кейін соны мисуак деп атайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам оны күндіз де кешке де қолынан жанынан тастамаған. Және оразаның кезінде де тісін сонымен тазалап, енді ол да ағаштың тамыры болғаннан кейін өзінше бір сок бөледі, сөл бөледі. Оны да түкірмеген, жұта берген. Бұл дәл мисуакқа қатысты да, бірақ біз оны бағанағы тіс пастасы немесе апалас кіреді дегендерді оған салыстыра алмаймыз. Өйткені оны пайғамбар қолына ұстап тұрып көрсеткен. Солай практикада болғанда, сол үшін де ғалымдар мисуак пайдаланса болады. Және одан шыққан иіс де, дәм де, сөл де, ол ешқандай оразаны бұзбайды дейді. Жаңағы себептен де. Ал енді паста, басқа деген дүниелер біз енді кейін шығарған зат қой. Неше түрлі химия бар, бір жағынан мынау табиғи зат қой. Сол себептерден оған бағанағыдай үкім айтады да. Ал мисуакқа ешқандай кедергі жоқ. Оны ораза кезінде күндіз аузы берік адам қанша пайдаланамын десе де, сонша пайдалануға болады. Лайфхак қой былайынша, Рамазан айындағы. Келесі сұрақ, ауыздан жағымсыз иістің алдын алу жолы. Бізде енді мынадай бір хадис бар. Бәріңіз естіген шығарсыздар. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: ораза ұстаған адамның ауыз қуысынан шыққан жағымсыз иіс ол Алла тағалаға мескітен де қатты ұнайды деген. Бұл енді сол иіспен жүре бер деген сөз емес та. Ол ораза ұстап, шөлдеп, шаршап, сондай бір күйге түскен адамның ғибадатын Алла тағала қабыл етеді, жақсы көреді деген сөз ғой. Бұны ғалымдар былай деп түсіндіреді. Мысалға, бір ананың үстіне баласы жеңіл дәрет жіберіп қойды да, киіміне. Сосын ой, бұл деген күшті, әтір ғой бұл, әтір деп өзінің баласына ғой енді. Сөйтіп айтқанымен, бірақ оны барып жуады ғой. Сонымен жүре бермейді ғой дейді. Сол сияқты хадисте де ол ораза ұстаған адамның аузынан шыққан иіс ол күшті деп айтқанымен де, ол солай жүре бер деген сөз емес. Егер ол кетіруге бір белгілі бір ақаулардан, немесе денсаулығындағы сондай бір кесірлерден болса, онда емдеуге, оны кетіруге тырысу керек бар. Жалпы ол иіс оразаға дейін де болған иіс болуы да мүмкін ғой. Кейін де ол, егер соның жолы болса, соны кетірудің, емдеудің мысалы, онда оны соны істеу керек. Өйткені адам мен адамның қарым-қатынасы бұзылмау керек та. Мысалға, сарымсақ, жуа жеп, мешітке бармаңдар деген себепте сол да, қасындағы адам сапта тұрған. Сізден бір жағымсыз иісті байқап, бір жатырқап, жеркенбеу керек та. Өйткені адамның бүкіл өмірі қарым-қатынастан тұрады, жұмысқа келесің, қарым-қатынас, үйіңе, отбасына келесің, өзің отбасы мүшелерімен қарым-қатынаста боласың. Кез келген сауда-саттық, алыс-берістің бәрінде адаммен араласатын болғандықтан, бұл адамның үстінен қош иіс шығып, аузынан да бүкіл жаңағы тазалық байқалып тұру керек. Мысалы, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның бір жиында жанына бір топ сахаба келеді, 5-6 адам дейік мысалға. Соның ішінде біреуінің тісінің сап-сары болып тұрғанын байқайды пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Сосын жиын біткеннен кейін жаймен қасындағы жолдастарына айтып жібереді: анау достарыңа айтыңдаршы,
тісін тазалап жүрсін деп айтады. Мгм. Көрдіңіз ба? Ол көпшілік орынға келіп тұр ғой сондай Иә. көрініспен. Ол ұнамайды, жағымсыз нәрсе дейді да. Ол дұрыс, сен ораза ұстап жүрген шығарсың, иә, ол алла тағала сенің жаңағы аузынан шыққан есті жақсы көретін шығар, Иә. бірақ бізге қатысты дұрыс емес дейді да. Ол басқа адамдарға қарым қатынасқа келген кезде осындай бір өнеге үйреткен да. Вроде былай қарасаң мелочь сияқты, бірақ оның да өзінің бір несі болып тұр және ғой. оған да бөлек сауап жазылады. Иә. Ибадат қой ол, тазалық деген. Так. Келесі сұрағымыз дін мен денсаулықтың байланысы. Жалпы мынау денсаулық немесе жаңағы именно тіс дейміз ғой, тіс туралы хадистер немесе сүннет амалдар келтірілген болса, сол туралы. Жалпы тіс Құранда да аталады негізінде. Адамның көзі, басқа да маңызды дене мүшелерінің қатарында. Бұл енді қисас деген тақырып, адамға зақым келтірген жағдайда оның құны бар ғой. Біреу байқамай, бұл әдейі емес, байқаусызда мысалға біреумен алысып ойнап жатып, бір айтайық, қолын шығарып алды немесе бір жеріне зақым келтірсе, ол өзі әр адамның дене мүшесі өлшенеді. Ол соның құнын төлейді. Абайсызда істеп алған қателік үшін. Сондай маңызды ішінде көз аталады, соның ішінде тіс те аталады. Құранда келтірген ғой. Иә, Құранда келтіріледі. Өйткені тіс адамның ең маңызды нәрсесі ғой. Онымен ас қорытылады дегенде ғой енді бағана. Ол хадисте де, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жаңағы күтімінде де, мысалға ана Ухуд шайқасында қатты қиындық көрді, басы жарылды, бетіне жаңағы басындағы дулыған темір кіріп кетті деп сипаттайды. Сол кезде мынау алдыңғы күрек тістері сынды дейді. Ол да бір қатты бір зақымның ішінде аталып тұр да. Демек бұл өте қатты маңызды мүшесі ғой. Бекерден бекер емес дейсіз ғой. Сол сияқты жаңағы айтылған тазалыққа қатысты, басқа да емдеуге қатысты күтімдеріне өте көп қой. Енді бұл жерде жаңа дін мен денсаулықтың ара қатынасы деп жатырмыз ғой. Мысалға біздің ғибадаттарымыздың барлығы дерлігі бізден денсаулық талап етеді. Біз тек иман келтіру үшін, ашхаду ан ла илаха иллаллах деп біз мұсылман болу үшін бізге енді көп денсаулық керек жоқ шығар. Бірақ намаз оқу үшін денсаулық керек. Адамның иығы, белі бүгіліп, орнынан тік тұрып тұру керек бұл. Ораза ұстау үшін міндетті түрде денсаулық керек. Қажылыққа бару үшін қанша қажырлы еңбек ол жер, жол жүреді, жаяу жүреді, оған да денсаулық керек. Өзі адам басқа қаншама ғибадаттарын атқару үшін бірінші орында талап етілетін ол денсаулық. Сол үшін хадисте айтады, сендер ұзақ хадис 6 нәрсе келмей тұрып, 6 нәрсе деген нәрсе. Соның ішінде ауру келмей тұрып денсаулықтың қадірін біліңдер деген сөз бар да. Алдын алудың амалын жасаңдар. Сендер ертең ауырып қалмай тұрып, мына денсаулықтардың қадірін біліңдер. Осы денсаулықтың бар кезінде бағалап, соны әрі қарай жаңағы ұзақтығын сақтаңдар деген сөз ғой. Денсаулығына қараңдар деген сөз. Мысалға пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам тамақтануы, ұйықтауы, жүріп тұруы бәрін қарасақ, көбісінің астарында денсаулықпен байланысты. Мысалға түрегеліп тұрып су ішпе деген кезде де ол денсаулықпен байланысты. Ішпен, ет бетімен ұйықтама деген кезде де, егер не дейді жаңағы іш ауруына немесе жүрек ауруына шалдыққың келмесе деп ескертеді пайғамбар, онда бұлай жатпа дейді. Адамның жүрегі қысылып қалады. Сол сияқты көптеген діндегі тыйымдар, соның көбісінің астарында денсаулық жатады. Өйткені денсаулық бірінші кезекте ғибадат үшін денсаулық керек та. Сол үшін ол да оны сақтау да, күту де айналып келген кезде аманат, әлбетте Алланың берген. Бұл ешқайсысы біздікі, өзіміздікі емес. Ол Алланың бергені, ертең сұрауы бар. Ол үшін де сұраламыз ғой. Қияметте Алла тағала бір пендесін тұрғызып, одан сұрақ алады дейді. Енді ойлайсың ғой, дүниедегі маңызды нәрселерді атайды деп. Шынында да сол нәрселерді атайды, бірақ ең бірінші атайтын нәрсесі әлем нусаххилака жисмак дейді. Біз сенің деніңді сау еткен жоқпыз ба дейді. Көрдіңіз бе? Мысалға біреуге жақсылығыңды айтатын болсаң, мен саған осыншама жақсылық жасаған кезде сенің бүткеніңе деп, балаң болсын, інің болсын, сен ең көп жасаған жақсылығыңды айтасың ғой. Сол сияқты Алла тағала қиямет күні біз сенің денсаулығың, деніңді сау еткен жоқпыз ба дейді. Енді сен не бұл істемегенің немесе істегенің деп есеп алардан бұрын денсаулық нығметін атайды тағы. Бұл енді шынымен де өте маңызды нәрсе. Былайша енді сол денсаулыққа келген кезде солай болу керек, барлығы қалыпты, барлығынікі сол ғой деген сияқты, именно жаңағы тіс салатын болсақ та, мына тісім ауырып тұр, жұла сал, басқасы бар ғой деген сияқты нәрселермен келеді. Бірақ енді оның орнын толықтыру ол өте бөлек тоже. Былайша енді қазір технология бәрі дамып жатыр ғой. Тіс жоқ болса жаңағыдай коронка саламыз, протез саламыз, немесе имплант саламыз деген сияқты. Бірақ оның барлығы
не дегенмен де Алланың көзін жаратқан тісіне жетпейді ғой. Оның ғалым. енді жаңағы жаңадан нәрселер шығып жатыр. Иә. Енді жақсырағына ұмтылуға тырысу керек та. Мысалға бір оқиға болған, бір шайқастардың бірінде бір сахабаның қылышпен мұрнын шауып кетеді. Кәдімгі мұрнын. Ол алады да оны күмістен салдырады. Күмістен мұрнын салдырады. Протез сияқты болып тұр. Протез ғой. Иә. Оны көреді да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, алтыннан салдырмадың ба дейді. Әдемілігі үшін емес, күмістен иіс шығады ғой дейді да. Уақыт өте келе күмістің өзі бір сондай бір несі бар шығар, мен білмеймін, ол жағын ар жағын зерттеп көрген жоқпын да. Күміс кейін иіс шығады ғой дейді. Не болса да жақсысына. Иә, жақсырағы бар ғой деп тұр ғой. Қазіргі технологияда пайдаланылған жаңағы құралдардың ішінде жақсылар сен жасатқаннан жақсырағы бар ғой деп тұр да. Сол сияқты мына тісті емдеткен кезде де әрине ол бәрі мүмкіндікке қарай ғой. Мүмкіндік болып тұрса жақсырағына, жаңарағына қарай ұмтылғандар жақсы. Иә, енді қазір атай берсең көп қой өте. Әр нәрсені түртіп қалсаң мынандай средний сегмент, дешевый, дорогой деп сол сияқты. Ал ұстаз енді осы алдымызда Рамазан айына таяп қалды. Осы Рамазан айына қатысты осы біздің көрермендерге қандай кеңес бере аласыз? Қандай нәрсемен дайындалу керек, не нәрсеге дайын болу керек деген сияқты. Әлбетте ең бірінші Рамазанға дайындық. Ол енді жан-жақты болады ғой. Бірінші рухани тұрғыдан дайындалу керек. Адам бұл оразаның парыз екеніне иман келтіріп, оның сауабына, оның жаңағы сонау пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам кезінен бастап келе жатқан біздің анау ата бабамыздың жолы барлығы енді бір жерге келіп құйып жатыр ғой. Сондай үлкен өз алдына бөлек мұсылманның 5 парызының бірі ғибадат екендігі жайында енді санасына барынша құйып өзін рухани тұрғыдан байыту керек та. Екінші, оразаға қатысты білім алу. Қазір енді мысалға муфтияттың шығарған электронды кітабы да бар, оразаға қатысты 200 сұрақ деген сияқты, не бұзады, не бұзбайды. Біздің әлеуметтік желіде ұстаздардың сабақтары да бар. Енді Рамазанға дейін бір күнді арнап, соны тыңдап алу керек та. Бұрын білетін болса да бір көріп қайталап алу керек. Одан кейін денсаулық тұрғысынан дайындық керек. Өйткені бұл ораза тек қана денемен атқарылатын ғибадат та. Мысалы бізде кейбір ғибадаттар болады. Ол денемен де малмен де атқарылады. Қажылық. Сол жерге сіз өз аяғыңызбен де барасыз, және сол үшін қаражатыңызды да жұмсайсыз. Тек қана малмен атқарылатын бар. Ол зекет. Ол жерде сіз күш жұмсамайсыз, тек белгілі бір малыңыздың бөлігін Алла жолына шығарасыз. Ал енді тек қана денемен атқарылатын оразада сол үшін бүкіл күш денеге түсетін болғандықтан бірінші әлбетте Рамазанға дейін адам денсаулығын бір қаратып, бір жақсартып, егер бір асқазанында тағы да сол аз уақыттың ішінде емдеуге, жазуға болатын нәрселер болатын болса, соған қарап, емдеп, бағанағыдай ертең жалпы жолға шығатын кезде де, шетелге сапарға шығатын кезде де бірінші адамдар тісін қаратады ғой, ертең жолда жүрген кезінде мазаламай ма деп. Сол сияқты бұл оразада Алланың жолында жүретін жол ғой. Ол адамның руханиятына деген жол, өзінің сапары, рухани сапары. Сондықтан осы сапарға да шығатыннан бұрын жаңағы тісінде бір қаратып, тексертіп деген сияқты. Басқа да өзінің денесіне қатысты нәрселерін емдеп алған жөн. Мысалға 2 апталық бір укол алатын, системалардың курстары болатын болса деген сияқты. Осы оразаға дейін соны алып, осылай бір диагностика жасатып алу. Осылай бір өзін дене тұрғысынан да емдеген, дайындалған дұрыс. Сондықтан рухани жағынан, материалдық жағынан, білім алу жағынан осы жан-жақты жалпы Рамазанға дайындық. Ол да сауапты ғибадат та. Ол біздің сол оразаға деген құрметімізді көрсетеді. Келіп қалыпты ғой деп қалайсыз, солай ертең азанда ауыз бекітем деместен, адамның 1 ай бұрын, 2 ай бұрын оны сезініп жүргенінің өзі үлкен керемет қой. Мысалы сахабалар туралы айтқан кезде олар 6 ай бойы шығарып салады екен, 6 ай бойы күтіп алады екен деп айтамыз ғой Рамазанға. Қимай қоштасады екен деп. Соның бәрін қаяқтан біледі олар. Кімнің ішінде қандай сезім бар екен. Мысалы сіздің оразаны күтіп жүргеніңізді мен қайдан білемін, сіздің оразаны қимай жүргеніңізді мен қайдан білемін, жаңағыдай іс-әрекеттеріңізден білемін да, дайындығыңыздан білемін. Оған жаңағы үйіңізге ауызашардың заттарын алып, немесе денсаулығыңызды қарап, я болмаса басқа да сол жайында біліміңізді күшейтіп жатқан әрекетіңізге қарап, мынау дайындалып жүр екен деп мен оны қараймын да. Сосын айтамын, пәленше 1 ай бұрын дайындалады, түгенше 2 ай бұрын оразаға дайындалып жүр деп мысалға. Сондықтан жаңағы сөз 6 ай бұрын деген содан шыққан да. Адамдар көрген іс-әрекетінен айтып тұр ғой. Ал ұстаз, осы берген біраз ақпаратыңызға рахмет. Ал енді біздің параша оқырмандарымызға 1-2 ауыз сөз, жылы лебізіңіз болсын. Ал не дейміз, тістеріңіз ауырмасын? Ауырса Мастер-Дентке келіңіздер. Осы видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет.
келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.